Ең бірінші шаг, қыздар, біз Трендиол сайтында тіркелуіміз қажет болады. Кеше орысшаға аударуды үйреткен болатынмын. Дәл солай орыс тілінде осы сайтқа өтіп, на человечекті басамыз. Содан кейін подписаться дегенді басамыз. Және де өзіңіздің ұмытып қалмайтын, қолданып жүрген почтаңызды жазуыңыз қажет болады. Почтаңызды жазғаннан кейін кәдімгідей ұмытып қалмайтын, өзіңіз қолданып жүрген парольді жазыңыз. Пароль міндетті түрде ұзақтау болғаны дұрыс. Және де женщина деп мына екі жерге галочка қойып подписаться етесіз. Жаңағы көрсеткен почтаңызға Трендиолдан хат келу керек кодпен. Сосын осы хат келгеннен кейін осы кодты копировать етіп, жаңағы код сұраған жерге вставить етеміз. Содан кейін одобрить етеміз. Болды, сонымен сіз Трендиолға тіркелген болып саналасыз. Человечекті бассаңыз, мінекей сіздің парақшаңыз болады, сіз туралы информация жазылады. Екінші шаг, бізде дәл сол браузерден екінші парақша ашамыз да easyexpress.kz деп сайтына кіреміз. Яғни бұл бізге доставка жасап беретін сайт. Және де ең жоғарғы оң жақтағы регистрация дегенді басамыз. Регистрацияны басқаннан кейін бізге атымызды, жөнімізді, яғни біздің данныйларымызды сұрайды. Осы жерге барлығын толық жазасыздар, қатесіз жазу міндетті. Неке, атым мен фамилиямды жаздым, телефон номерімді жаздым. Мен әдетте всегда +7 деп жазам, 8 деп жазбаймын. Және де жаңа Трендиолға тіркелген почтамызды міндетті түрде жазамыз. И өзіміздің паролімізді жазамыз. 2 пароль совпадать ету керек міндетті түрде. Және де өзіміздің иінімізді жазамыз. Иінімізді жазғаннан кейін мына жерге өзіміздің удостоверение личностіміздің 2 жағын түсіру керек. Ол үшін ең бірінші выбрать файл дейміз. Телефонымыздағы удостоверениеміздің суретін, алды-артын мінекей таңдаймыз. Содан кейін закачать деп басамыз. Закачать еткеннен кейін мінекей я не спамер, я согласен с условиями использования деген 2 жерге галочка қойып регистрация жасаймыз. Сонымен біз осы easyexpress парақшасына тіркелген болып саналамыз. Мінекей регистрация успешно выполнена деп, және де өзіміздің почтамызға осы easyexpress-тен хат келу керек. Регистрация жасап болғаннан кейін Турция дегенді басамыз, және де Түркиядағы мінекей біздің компанияның адресін ала аламыз. Осы жерде номер бар, және де адрес бар. Адресті міндетті түрде осылайынан алып копировать етіп алыңыздар. Және де осы информацияны скриндап алыңыздар.